қан қысымы қазір тұрақталды. Тұрақталды. Қанша дедіңіз? 140-та. 140-та. Өзіңіз жақсы сезініп жүрсіз ба? Құдайға шүкір. Бұрын дәрі дегенді шай ішіп отырып ішпесем басым ауыратын тұғын. Қазір ол үшін дәрі дегенді қолданбаймын. Бірақ шайды ысқыртып жатсыз. Шайды жақсы ішемін. Шайдан қайтпайтын нағыз. Ал енді асқазаныңызды. Асқазаным бұрып ауыратын тұғын. Açıqта ішіп қойсам да ауыратын тұғын. Мысалы майлы нәрсе жесем де ауыратын тұғын. Солардың бәрі қазір Құдайға шүкір қойды. Барлығы жақсы қойды. Бәрекелді. Ұйқы безі. Ұйқы безім 2 сағат 3 сағат жақсы ұйықтайтын тұғым. Одан кейін ұйықтай алмайтын тұғым. Ойланып, сол енді бір жағы бала шағаны бір өзім бағып қалып жетілдірдім 4 баланы. Содан уайымдадым ба, содан ұйқым келмейтін тұғым. Балаларыңыз жағдай жақсы ма? Құдайға шүкір, жақсы бәрі. Енді балаларды уайымдамайсыз, өзіңізді ойлайсыз. Жетілдірдік, Құдайға шүкір. Жақсы. Тізе ауруы дейді. Иә, осы 2 тізем қақсайтын тұғын. Осы не аламайтын. Енді ауылға келсеңіздер көресіздер ғой деп қырға шығып, қырдан түсіп шыға беретін болдым. Ана аяғым дегенім жүдә жақсы болып қалды.